Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кітап бағалы сыйлық. Сабағымыздың оқу мақсаттары тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, болымды, болымсыз етістіктерді ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану. Бағалау критерийі: сұрақтарға лайықты жауап беру, болымды, болымсыз етістіктерді қолдану. Бүгінгі сабағымызда кездесетін жаңа сөздер: дана сөз, дүние жинамайды, шағын, қызық мәліметтер, ақпарат, бөле, ұқыпты ұстау, рұқсатымен, табасың, таппайсың. Жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріңізге түртіп алыңыздар. Тілдік бағдар бойынша балалар бүгін етістіктің болымды және болымсыз түрлерін өтеміз. Яғни, етістіктен болымсыз етістік жасау үшін етістіктің түбіріне ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтарын қосамыз. Сөздің жуан немесе жіңішке болуына байланысты жұрнақтарды орнымен қосамыз. Мысалы, бар деген жуан сөзге ма жұрнағы қосылады. Бар ма. Кел деген жіңішке түбірлі етістікке ме жұрнағы қосылып, келме деген болымсыз етістік шығады. Айт етістігіне па жұрнағын қосамыз. Кет етістігіне пе жұрнағын қосамыз. Сен етістігіне бе деген жіңішке жұрнақты қосамыз. Екінші түрі болымсыз етістіктер ған, ген, қан, кен жұрнақтары арқылы және жоқ деген көмекші сөз арқылы жасалады. Мысалы, барған жоқ, келген жоқ, айтқан жоқ, кеткен жоқ. Сонымен қатар сенген жоқ. Бұл етістіктердің құрамындағы жұрнақтар ған, ген, қан, кен, ген. Бұл жердегі жұрнақтар ған, ген, қан, кен, ген. Енді мәтіннен танысайық. Мәтінді тыңдап, менімен бірге жүгіртіп оқисыздар. Кітап білім бұлағы деген дана сөз бар. Білімнің пайдасын білетін адам дүние жинамайды, кітап жинайды. Біздің үйде шағын кітапхана бар. Кітапханада ертегілер, сөздіктер және түрлі энциклопедиялар бар. Мен қызықты мәліметтерді осы кітаптардан оқимын. Мен кітапханадағы барлық кітап тізімін жасадым. Кітаптардың авторларын жаздым, қайда, қашан шыққанын көрсеттім. Кейде керек ақпаратты тез таппайсың. Сондықтан өзіме керек ақпаратты тез табу үшін түрлі түсті қағаздардан белгі жасадым. Кітапханада әкемнің 1-ші сыныпта оқыған әліппесі болды. Әкем оны туған күніме сыйлады. Бір күні менің бөлем келді. Ол суретті әліппені көріп қатты ұнатты. Бірақ бұл әліппе мен үшін өте қымбат. Алайда кішкентай бөлемді ренжіткім келмеді. Оның білімге құштарлығын көріп, әкемнің рұқсатымен әліппені бөлеме сыйладым. Бөлеме, әліппені таза ұста, жыртпа дедім. Бөлем қатты қуанды. Кітапты ұқыпты ұстайтынын боп сөз берді. Мен оған талабыңа нұр жаусын деп тілек айттым. Әкемнің әліппесінің құр тұрмай пайдаға асқанына мен де қуандым. Енді балалар, оқыған мәтініміз бойынша сұрақтарды жауаптарымен сәйкестендірейік. Біздің үйде қандай кітапхана бар?
әкем туған күніме не сыйлады? Әліппе кімге қатты ұнады? Мен әліппені кімге сыйладым? Ойланып, жауап берсеңіздер. А нұсқасы бірінші сыныпта оқыған әліппесін сыйлады. Ә нұсқасы біздің үйде шағын кітапхана бар. Б нұсқасы мен әліппені бөлеме сыйға бердім. Және В нұсқасы ол суретті әліппе бөлеме ұнады. Ойланайық. Енді жауабымызды тексеріп көрейік. Сіздер де дәл осылай дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Дескрипторымыз бойынша тыңдалған мәтін негізінде сұрақтарға лайықты жауап беру керек еді. Бірінші сұрақтың жауап нұсқасы Ә, екінші сұрақтың жауап нұсқасы А, үшінші сұрақтың жауап нұсқасы В, төртінші сұрақтың жауап нұсқасы Б. Енді мәтіннен болымды және болымсыз етістіктерді табайық. Дескриптор мәтіннен болымды, болымсыз етістіктерді анықтайсыздар. Мен болымды етістіктерді тауып қойдым. Сіздер болымсыз етістіктерді тауып көріңіздер. Болымсыз етістіктің бойында ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтары болу керек. Өзімізді тексеріп көрейік. Жинамайды деген болымсыз етістік бар екен. Таппайсың деген екінші болымсыз етістік мәтіннен. Келме және жыртпа деген болымсыз етістік түрлері мәтінде кездеседі екен. Оқу тапсырмасы ретінде балалар, мен сіздерге 117-ші беттегі 4-ші тапсырманы ұсынып отырмын. 3 нұсқаның ішінен қажетті сөздерді таңдап жазу керек. Үлгі: кітап, білім бұлағы деген дана сөз бар. Яғни жақшаның ішінде әдемі сөз, дана сөз, қызық сөз деген сөздер берілген. Біз дана сөз деген сөзді таңдап отырмыз. Сабағымызға кері байланыс жасасақ, рефлексияны 2 жұлдыз 1 тілек арқылы жазып, маған жазбаша түрде жолдасаңыздар. Сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар.